Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бала кезінен бірге өскен, бір-бірінен сыр жасырмаған екі құрбы Гүлнар мен Анардың тағдырлы оқиғасын айтып беремін. Екеуі кішкентай кезінен бірге өсті, бірге қуанды, бірге жылады. Жылдар өте келе олардың балалары да ер жетіп, тағдырдың өзі күтпеген жерден екі құрбыны құдағи етті. Бірақ бұл қуаныштың артында ешкім білмейтін бір ауыр сыр болды. Гүлнар 4-ші баласына жүкті болып перзентханада жатқан күні оның өмірін түбегейлі өзгертетін қаралы хабар келді. Ал Гүлнар болса, ол кезде ештеңеден бейхабар еді. Ол қолына жаңа туған қызын алып, ең алдымен күйеуіне телефон соққысы келді. Қызымыз дүниеге келді, әке болдың деп айтқысы келді. Бірақ күйеуі телефонды көтермеді. Неліктен? Ол кезде Гүлнар күйеуінің енді бұл қоңырауға ешқашан жауап бере алмайтын әлі білмейтін. Гүлнар мен Анар кішкентай кездерінен бірге өсті. Бір ауылда тұратын, бір мектепке баратын, бір сыныпта оқитын. Екеуінің айырмашылығы мінезінде ғана еді. Гүлнар сабырлы болатын, көп сөйлемейтін, бірақ жүрегіне жақын адам үшін соңына дейін тұратын. Ал Анар керісінше ашық мінезді, көңілді, әзілқой еді. Олар мектеп кезінен бастап бір-біріне біз қартайғанша құрбы боламыз деп уәде берген. Жылдар өтті, екеуі де тұрмысқа шықты. Гүлнардың күйеуі Марат деген еңбекқор жігіт еді. Анардың күйеуі де жаман адам емес еді. Уақыт өте келе екі құрбының балалары дүниеге келді. Олар балаларының тұсаукесерін бірге өткізді. Бір-бірінің қуанышына бірінші болып жететін. Қайғысы болса да бірге көтеретін. Бір күні шай ішіп отырған кезде Анар күліп, Гүлнар, қарашы, балаларымыз да өсіп келеді. Бір күні құдағи болып кетсек қайтеді? Гүлнар күліп, ой қойшы, оған әлі талай жыл бар ғой. Сонда да мен сенің құдағиың болсам жаман болмас еді. Екеуі сол сөзге күліп алды. Бірақ сол әзілдің бір күні шындыққа айналарын олар ол кезде білген жоқ. Арада біраз уақыт өтті. Гүлнар 4-ші баласына жүкті болды. Бұл жаңалыққа Марат ерекше қуанды. Бір күні кешкісін әйелінің қасына отырып, Гүлнар, осы жолы қыз болса екен деді. Неге? 3 жылдан кейін бір қызымыз болса, үйіміздің еркесі болар еді. Гүлнар күлімсіреді. Қыз болса, өзің тәрбиелейсің. Жоқ, екеуміз бірге тәрбиелейміз. Екеуі болашақтарын елестетіп ұзақ отырды. Бірақ тағдыр олардың бұл арманын мүлде басқа жолмен жазып қойған еді. Гүлнардың жүктілігі соңғы айына жетті. Марат әйелін ерекше күтетін. Жұмыстан келе сала, қалайсың? Бала қимылдады ма? Бір жерің ауырмай ма деп сұрайтын. Гүлнар кейде күліп, 3 баланы туғанымда мұндай уайымшыл емес едің. 4-ші бала ғой енді, оның үстіне қыз болатын сияқты. Қайдан білдің? Жүрегім сезеді. Гүлнар оның сөзін әзілге балап күлетін. Бір күні түнде Гүлнардың толғағы басталды. Марат абдырап қалды. Тез кейін перзентханаға барамыз. Олар жолға шықты. Перзентханаға жеткен соң Марат әйелін ішке кіргізді. Мен қазір жұмыстағы бір шаруаны реттеп аламын да қайта келемін. Телефоның қасында болсын. Жақсы. Гүлнар, егер қыз болса атын өзің қой. Гүлнар жымиып, ал ұл болса? Онда өзің қой. Онда неге сұрайсың? Екеуі күлісті. Марат әйелінің маңдайынан сүйіп, мен міндетті түрде келемін деді. Гүлнар оның артынан қарап қалды. Ол кезде бұл сөздің қандай мағынаға айналарын ешкім білмеді. Гүлнар босану бөлмесінде жатқызылды. Толғағы күшейді. Дәрігерлер мен акушерка қасында жүрді. Сол уақытта перзентхананың дәлізінде бір телефон шырылдады. Акушерка телефонды көтерді. Тыңдап тұрмын. Ар жақтағы адамның даусы дірілдеп шықты. Сіздерде Гүлнар Алдажанова деген әйел бар ма? Иә, оның күйеуі Марат па? Иә. Ар жақтан ауыр хабар айтылды. Акушер бір сәт үнсіз қалды. Қолындағы телефонды түсіріп ала жаздады. Марат жол апатына түскен еді. Жол көлік оқиғасы өте ауыр болған. Ол көз жұмған. Акушерканың өңі бозарып, дәрігерге қарады. Не болды деді дәрігер. Акушерка әрең сөйледі. Гүлнардың күйеуі. Дәрігер оның сөзін аяқтатпай, қайтыс болды ма деді. Акушерка басын изеді. Екеуі үнсіз қалды. Сол кезде бөлмеде Гүлнар, дәрігер, менің күйеуім қашан келеді деп сұрап жатқан еді.
Бірнеше сағаттан кейін Гүлнардың қызы дүниеге келді. Сәбидің алғашқы дауысы бөлмені толтырды. «Қыз», деді акушерка. Гүлнардың көзінен жас шықты. Бірақ ол қайғыдан емес, қуаныштан еді. «Қызым», ол сәбиін қолына алды. «Сенің әкең сені қатты күтті». Гүлнар қызын құшағына қысып, «Әкеңе қазір хабарласамын, ол қатты қуанады», деді. Ол телефонын алды. Маратқа қоңырау шалды. Қоңырау кетті, бірақ жауап болмады. Тағы қоңырау шалды. Жауап жоқ. Телефонын неге көтермейді екен? Акушерка үнсіз тұрды. Гүлнар оған қарады. «Әпке, бірдеңе болды ма?» «Жоқ, ештеңе жоқ». Гүлнар күмәнданды. Сіз біртүрлі боп тұрсыз». Акушерка көзін төмен түсірді. «Сіз демалыңыз, көп сөйлемеңіз». Гүлнар қайтадан телефонына қарады. «Марат, телефонды көтерші». Ол үшін бұл жай ғана жауапсыз қалған қоңырау еді. Ал шын мәнінде Марат енді бұл телефонды ешқашан көтермейтін. Гүлнар қызын емізіп отырып, «Әкеңнің атына ұқсатып ат қоямыз ба екен?» деді. Сол кезде акушерканың жүрегі тағы да ауырды. Өйткені ол Гүлнарға шындықты айтуға тиіс еді, бірақ қалай айтарын білмеді. Дәрігер акушерканы сыртқа шақырды. «Мұны жасыра алмаймыз. Білемін, бірақ қазір жағдай әлсіз. Ол күйеуінің келгенін күтіп отыр». Дәрігер ауыр күрсінді. «Ең қиыны да сол». Бірнеше минуттан кейін дәрігер Гүлнардың жанына келді. «Гүлнар, иә, сізге бір нәрсе айтуым керек». Гүлнардың дәрігердің жүзінен ақ бір жамандықты сезді. «Маратқа бірдеңе болды ма?» Дәрігер үнсіз қалды. Гүлнардың қолындағы сәби қозғалды. «Дәрігер, айтыңызшы». Дәрігер көзін төмен түсірді. «Сіздің күйеуіңіз жол апатына түскен». Гүлнардың өңі қашты. «Қазір қайда?» Дәрігер жауап бере алмады. «Қайда?» дедім. Дәрігер жай ғана «қайтыс болды» деді. Гүлнар қатып қалды. Бөлмеде тыныштық орнады. Бір жағында жаңа туған сәби, екінші жағында күйеуінің өлімі туралы қарлы хабар. Гүлнар ештеңе айта алмады. Тек «Жоқ, бұл мүмкін емес» деп, ол маған міндетті түрде келемін деген айқайлай берді. Гүлнар бірнеше күн бойы өз-өзіне келе алмады. Бірде қызын құшағына алып үнсіз жылайды. Бірде телефонын алып Мараттың нөміріне қарайды. Бір күні ол акушеркаға «Ол қызымыздың дүниеге келгенін білмей кетті ғой» деді. Акушерка ол кісінің көз жасын сүртіп, «Ол біздің қызымызды қатты күткен еді». Бұл сөз Гүлнардың жүрегін одан сайын ауыртты. Үйге келгенде оны 3 баласы күтіп алды. Үлкен ұлы «Әкем қайда?» деп сұрады. Гүлнар жауап бере алмады. Балалар анасының жүзінен бәрі түсінді. Сол күннен бастап Гүлнардың өмірі өзгерді. Ол 4 баласын жалғыз тәрбиелеуге бел буды. Қызына әкесінің мейірімін сезіндіруге тырысты. Қызының атын Ару қойды. «Бұл есімді әкең екеуміз бұрыннан ойланғанбыз» деп қызына жиі айтты. Ару әкесінің суретін көріп өсті. «Анашым, менің әкем қандай адам болған?» Гүлнар жымиып, «Өте жақсы адам болған». «Ол мені жақсы көрді ме?» «Сені дүниеге келмей тұрып жақсы көрген». Ару күлімсірейтін. Бірақ оның бір өкініші болды. Әкесінің даусын бір ретте естімеген еді. Арада жылдар өтті. Ару бойжетіп ақылды, тәрбиелі қыз болып өсті. Ал Анардың ұлы да жер жетті. Олар бір-бірін кездейсоқ көріп, кейін араласа бастады. Бұл жаңалық екі отбасының да өмірін өзгертетінін ешкім білмеді. Анардың бір күні ұлының «Анашым, мен бір қызбен танысып жүрмін» деген сөзін естіді. «Кім ол?» Ұлы Арудың атын айтты. Анар бірден Гүлнарды есіне алды. «Гүлнардың қызы емес пе?» «Иә». Анар бір сәт үнсіз қалды. Сосын күліп, «Сонда бала кезімізде айтқан әзіл шындыққа айналғалы тұр ғой». Ол Гүлнарға телефон соқты. «Гүлнар?» «Иә, Анар. Балаларымыздың бізге дайындаған жаңалығы бар екен». Гүлнар күліп, «Не болды?» «Ұлым сенің қызыңды ұнатқан екен». Гүлнардың жүрегі елжіреді. «Шын ба?» «Шын». Екі құрбы ұзақ сөйлесті. Сол күні олар өткен күндерін еске алды. «Есіңде ме? Балаларымызды үйлендіріп құдағи боламыз деген едік». «Есімде». Екеуі де күліп отырды. Құдалық өтті. Екі құрбы құшақтасып, құдағи деп қуанды. Гүлнардың көзінен жас шықты. Ол қызына қарап, «Сенің әкең тірі болғанда бүгін қатты қуанар еді» деді.
Айару анасының қолынан ұстап, әке, мені осындай күнімді көре алмағаны өкінішті. Гүлнәр, оның орнына мен екі адамның қуанышын көріп тұрмын. Бәрі бақытты еді. Бірақ бұл бақыт ұзаққа созылмады. Айару Анардың үйіне келін болып түсті. Алғашқы кездері бәрі жақсы болды. Анар келінін қызындай қабылдауға тырысты. Гүлнәр да, Анар да қызымды ренжітпе, бірақ оны тым еркелетіп те жіберме деп әзілдейтін. Сен маған қызыңды сені тапсырдың ғой, өз қызымдай көремін дейтін. Бірақ бір күні кішкентай нәрседен түсінбеушілік шықты. Анар, Айару, мына жұмысты ертерек бітірсең жақсы болар еді деді. Айару оны ауыр қабылдады. Кешке анасын айтты. Анашым, Анар апай мені ұнатпайтын сияқты. Гүлнәр, олай ойлама, ол сенің енең ғой. Бірақ сөздері ауыр тиді. Гүлнәр бұл әңгімені Анарға айтпауға тырысты. Бірақ көп ұзамай тағы түсінбеушілік пайда болды. Бұл жолы Анардың өзі Гүлнарға ренжіді. Қызымды менің үйіме жібердің, бірақ әр нәрсені араласа бересің деді. Гүлнардың көңілі қалды. Мен қызым үшін ғана алаңдаймын. Мен де балам үшін алаңдаймын. Осы сөзден кейін екі құрбының арасында алғашқы суықтық пайда болды. Күн өткен сайын ұсақ реніш көбейді. Бұрын күнде сөйлесетін екі құрбы енді бір-біріне сирек хабарласатын болды. Бір кезде Анар, Гүлнәр, сен мені құрметтемейтін болдың деді. Гүлнәр, сен де менің қызымды түсінуге тырыспайсың. Ол менің келінім, ол менің қызым. Екеуі үнсіз қалды. Сол сәтте екеуі де өз сөзінің ауыр екенін түсінді. Бірақ ешқайсысы бірінші болып кешірім сұрауға дайын емес еді. Айару күйеуіне, екі анамыздың осылай ренжіскенін қаламаймын деді. Күйеуі, олар бұрыннан құрбы, бір күні бәрібір татуласады. Бірақ ол күн ойлағандарынан кеш келді. Бір күні Гүлнәр ескі сандықты ақтарып отырып, мектеп кезіндегі суретін тапты. Суретте өзі мен Анар тұр. Екеуі күліп тұрған. Гүлнәр суретті қолына қысып, біз сонша жыл бірге келдік деп жылады. Сол кезде оның есіне күйеуі қайтыс болған күн есі түсті. Қызы дүниеге келген күн. Мараттың соңғы сөзі, мен міндетті түрде келемін. Гүлнәр көз жасын сүртті. Сол күні ол бір шешім қабылдады. Гүлнәр Анарға барды. Анар есікті ашқанда екеуі біраз уақыт үнсіз тұрды. Кір деді Анар. Гүлнәр кірді. Үйдің төрінде бірге түскен ескі сурет тұр екен. Гүлнәр суретке қарап, Анар, иә, біз не істеп жүрміз? Анар жауап бере алмады. Балаларымыз үшін бір-бірімізді жоғалтып ала жаздадық. Анардың көзіне жас келді. Сен де мені түсінбедің. Екеуі үнсіз отырды. Сосын Гүлнәр, сен менің күйеуім қайтыс болған күні есіңе түсірші. Анар қолын ұстады. Есімде. Сол күні мен қызымды дүниеге әкелдім. Иә, Марат қызын бір ретте көре алмады. Анар жылап жіберді. Білемін. Бірақ бүгін сол қызым сенің келінің. Бұл сөзден кейін екеуі де үнсіз қалды. Гүлнәр, мүмкін бізге осыны тағдыр әдейі берген шығар. Нені? Сенің ұлың менің қызымды кездестірді. Біз құдағи болдық. Мүмкін Мараттың арманы орындалған шығар. Анар көз жасын сүртіп, ол қызын қатты күткен еді. Екеуі бір-бірін құшақтады. Бірақ әлі де бір мәселе шешілмеген еді. Арада бірнеше күн өткенде Айару мен күйеуі қатты ренжісіп қалды. Себебі екі жақтың сөздері олардың арасына да әсер ете бастаған еді. Айару, сен анаңның сөзін тыңдайсың. Күйеуі болса, ал сен де өз анаңның сөзін тыңдайсың. Екеуі алғаш рет қатты ұрысады. Бұл жағдай Гүлнәр мен Анарды қатты ойландырды. Гүлнәр Анарға, біз өзіміздің ренішімізбен балаларымыздың отбасын бұзуға болмайды деді. Анар басын изеді. Дұрыс айтасың. Екеуі балаларын шақырды. Анар, біз сендердің өмірлеріңе тым көп араластық. Гүлнәр болса, біз бір-бірімізбен ренжіскенде сендер де қиналдыңдар. Аружанның көзіне жас келді. Мен сіздердің қайтадан бұрынғыдай болғандарыңызды қалаймын. Гүлнәр қызын құшақтады. Анар да келінін құшақтады. Сол күні екі ана бір шешімге келді. Балаларының өміріне араласпауға, ал бір-бірін құрметпен қарауға. Сол түні Гүлнәр үйіне келгенде, күйеуінің ескі суретінің алдында ұзақ отырды. Марат, қызың бүгін бақытты. Сен оны көре алмадың.
Бірақ мен оны сенің досыңның ұлына ұзаттым. Гүлнар көз жасын сүртті. Сен сол күні міндетті түрде келемін деген едің, келе алмадың. Бірақ мен сені ешқашан ұмытқан жоқпын. Арада уақыт өтті. Айару мен күйеуі тату өмір сүре бастады. Гүлнар мен Анар да бұрынғы қарым-қатынасына қайта келді. Бір күні екі құрбы бірге шай ішіп отырды. Анар: Гүлнар, иә, біз бала кезімізде қандай едік? Екеуміз бір-бірімізсіз жүрмейтінбіз. Ал қазір ше? Гүлнар күлімсіреді. Қазір біз құдағимыз. Анар басын шайқады. Жоқ. Гүлнар таңғалды. Неге? Анар: біз құдағи болмай тұрып, бір-бірімізге апа едік. Гүлнардың көзіне жас шықты. Гүлнар құшақтасты. Сол кезде Айару да келіп: Анашым, Анар апа, неге жылап отырсыздар? Анар күліп: қуаныштың жасы ғой қызым. Гүлнар қызына қарап: сенің дүниеге келген күнің менің өмірімдегі ең қайғылы әрі бақытты күн болды. Айару анасының сөзін түсінбей: неге? Гүлнар: өйткені сол күні сен дүниеге келдің. Бірақ сол күні әкеңнен айырылдың. Дегенмен сен менің өмірімді жалғастырдың. Айару анасының қолынан қысып ұстады. Анар да олардың қасына келді. Үш әйел бір-біріне қарап үнсіз тұрды. Гүлнар сол күні тағы бір нәрсені түсінді. Өмір кейде адамға бір есікті жауып, екінші есікті ашады. Ал күйеуінен айырылды, бірақ 4 баласын өсірді. Қызын жалғыз өсіріп, кейін оны өзі сенетін отбасыға келін етті. Ал бала кезінен бірге келе жатқан құрбысы оның құдағиына айналды. Екі әйел бір-бірінен уақытша алыстағанымен достықтары қайта жалғасты. Өйткені шынайы достықта ренжіш болуы мүмкін, бірақ кешірім де болады. Ал ең бастысы бірін-бірін жоғалтпау. Арада біраз уақыт өтті. Гүлнар мен Анар бұрынғы реніштерін ұмытып қайтадан жақын араласа бастады. Арада бірнеше күн өткенде Гүлнар Анардың үйіне барды. Сол жерде Анардың туысы: Анар, келініңіз қалай деп сұрады. Анар бірден: менің келінім өте жақсы, қолынан келгенше бәріне көмектеседі. Үйге келген адамды қабағын шытпай қарсы алады, баламды да сыйлайды деді. Гүлнар оған қарап күлімсіреді. Сол сәтте Гүлнар бәрін түсінді. Құдағи болу тек тойда бірге отыру емес, құдағи болу бір-бірінің баласын өз балаңдай көру. Келіннің кемшілігін жұртқа жарияламай, жақсылығын асыру. Ұлының жары болса да, келіннің артынан сөз ертпеу. Қызының енесі болса да, оны жамандатпау. Өйткені екі жақта бір үйдің берекесін ойласа, жас отбасының шаңырағы да биік болады. Бір күні Айару анасына: Анашым, сіз бен Анар апайдың қайтадан осылай тату болғандарыңызға қатты қуаныштымын деді. Гүлнар қызының маңдайынан сүйіп: қызым, біз бір-бірімізге тек құдағи емеспіз. Біз бала кезімізден бірге келе жатқан құрбымыз. Сендердің бақыттарың үшін өз арамыздағы ұсақ ренішті үлкен мәселеге айналдырмауымыз керек. Айару күліп: мен де сізден бір нәрсені үйрендім. Нені? Адамның кемшілігін іздегеннен гөрі жақсы жағын көре білу керек екен. Гүлнар күлімсіреді. Сол күні Гүлнар мен Анар тағы бір дастархан басында отырды. Баяғы бала күндерін еске алды. Анар: Гүлнар, ойлашы, біз бала кезімізде құдағи боламыз деп қалжыңдап едік. Гүлнар күліп: иә, бірақ құдағи болудың қандай үлкен жауапкершілік екенін білмеппіз. Қазір білеміз. Ең бастысы балаларымыздың ортасынан түспеу. Кемшіліктерін жасырып, жақсысын асыру. Екеуі бір-біріне қарап күлімсіреді. Содан кейін Анар: құдағи деген осындай болу керек шығар. Гүлнар: иә, құдағи емес, бір-біріне тілекші болу керек. Екеуі қол ұстасты. Құрметті көрермендер, осылайша бала кезінен бірге өскен екі құрбы Гүлнар мен Анар тағдырдың жазуымен құдағи болды. Араларында түсінбеушілік те болды, ренжіш те болды. Бірақ олар бір нәрсені түсінді: келіннің кемшілігін жұртқа айтып, жаманын көбейтудің қажеті жоқ. Жақсылығын көріп, жақсы сөзін айту екі отбасының да берекесін арттырды. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бала кезден бірге өскен құрбыңызбен кейін құдағи болу дұрыс па? Сіз құрбыңызбен құдағи болар ма едіңіз? Пікірге өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Қай көзқарас басым екенін бірге көрейік. Егер бұл хикая сізге ой салса, видеоны қолдап, арнаға жазылып қойыңыздар. Келесі әсерлі хикаяда кездескенше аман сау болыңыздар. Әр шаңырақта береке, әр отбасында татулық болсын.
Келін келген үйге қуаныш пен құт береке келсін. Ене мен келін бір-бірін түсініп, құрметтеп, сыйластықпен өмір сүрсін. Құдағилардың арасы әрдайым тату болсын. Бір-бірінің келінін жамандамай, жақсы қасиетін көріп, кемшілігін кешіре білсін. Балалардың бақыты үшін үлкендер бірлікте болып, ешқандай ұсақ реніштің араға сызат түсіруіне жол бермесін. Әр ана баласының бақытын көрсін. Әр әке ұрпағының қызығын көрсін. Қыз барған жеріне құт болып, келін түскен үйге береке әкелсін. Баршаңыздың шаңырақтарыңыз биік, дастархандарыңыз берекелі, жүректеріңіз мейірімге толы болсын. Аман сау болыңыздар. Келесі хикаяда кездескенше.